Пайғамбарымыздың хадисі бар. Әрбір ер адам менен әрбір әйел адамға білім алу парыз деген. Демек, барлық өркениет өз білімнен басталады ғой. Кеңес қыз балаларға ең бірінші фундаменталды білім алу керек. Барлығы діни білімді аңсап келеді де, түбі содан шығады ғой. Интернеттен іздейіп қауіпке түседі. Білімді ұстаздың алдынан алу керек. Муфтияттан, мешіттерден алса, ең қауіпсіз жол осы. Ең бірінші аят оқы деп түскен, Алла тағаланың бұйрығы. Бұл жерде білімнің маңыздылығын көрсетіп тұрды. Ал енді хадисте келген білім, ол нақты діни білім емес, жалпы білімге айтылады. Ол зайырлы білім болсын, діни білім болсын. Яғни мұсылман адам бұл жерде көзі ашық болу керек. Көзі ашық болу керек, білімге ұмтылу керек. Оның ішінде айрықша әйелге бұл заманның талабы ғой. Бұл ана ретінде өзі үшін, өзінің бала шағасы үшін ол білімді болуға тиісті. Баланың тәрбиесі, баланың білімі, баланың денсаулығы, баланың амандығы барлығы ата-анасының, оның ішінде анасының несінде болады, жауапкершілігінде болады. Әсіресе аналар мен қыздардың арасы. Бір мезгіл анасы қызымен сырлас болып, құшағына алып, бір мейірімділік таныту керек. Отбасында жылулық таппаған адам сырттан іздейді. Сырттан іздеген адам эмоцияға беріледі әртүрлі. Интернет желісіндегі сайттар арқылы түрлі жолдарға түседі. Интернет арқылы танысу болды. Ол қауіпті.